Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге құймақ пісірамыз. Құймағымыз өте дәмді және жұмсақ шығады. Бізге құймаққа керекті заттар: 2 жұмыртқа, қант, ұн, кефир не болмаса сүт қосамыз, сосын ас содасын қосамыз. Осылай 2 жұмыртқаны жарып араластырамыз. Сосын 4 қасық қант қосамыз. Осылай араластырып, үстіне жарты қасық ас содасын қосамыз. Сосын кефирімізді не болмаса сүтімізді қосамыз. Сіздерде не бар, соны қосуға болады. Мен сүт қостым. Сосын ұнымызды қалауымызша қосамыз. Жақсылап осылай араластырып отырамыз. Өзіңіздің көз мөлшеріңізбен ұнды мөлшерлеп салып отырасыз. Осы видеода көріп тұрғандарыңыздағыдай сұйықтықта болу керек. Сосын қызып тұрған табамызға аздап май құямыз да осылай домалақтап құймағымызды пісіріп шығамыз. Құймағы өте тез пісатындықтан қарап тұрамыз да екі жағын ауыстырып тұрамыз. Осылай барлық аяғына біткенге дейін құймақтарды әдемілеп, домалақтап, формаларын барлығын бірдей болатындай етіп, құйып аяғына дейін пісіріп шығамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен, подружкаларыңызбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Құймағымыз аяғына жетті. Осылай қызыл, әдемі, дәмді, жұмсақ болып шығады. Ас болсын барлықтарыңызға.